Сәлеметсіздер ме оқушылар? 9 құмалақтан нешінші отауға түседі есебі бойынша кестедегі есепті шығарып көріңіздер. Мұнда жасыл түспен берілген сандар отау саны, көк түспен берілген сандар құмалақ саны. Отау саны мен құмалақ санын қосу арқылы соңғы құмалақ нешінші отауға түсетінін анықтауға болады. Егер де 2-ден 10-ға дейін болса, 1-ді азайтамыз, 11-ден 19 болса, соңғы санын қараймыз, 20-дан 28-ге дейін болса, ойдан 1 қосамыз, 29-дан 37 болса, ойдан 2 қосамыз, 38-ден 46 болса, ойдан 3-ті қосамыз. Ал енді есепті шығарып көрейік. Бірінші отауда 7 құмалақ болса, 1-ге 7 қосамыз, 8, 8-ден 1-ді азайтамыз, 7. Бірінші отауда 7 құмалақ болса, 7-ші отауға түседі. Екінші отауда 8 құмалақ болса, 8-ге 2 қосамыз, 10, 10-нан 1-ді азайтамыз, 9. Үшінші отауда 12 құмалақ болса, 12-ге 3 қосамыз, 15, соңғы саны 5 болғандықтан 5-ші отауға түседі. Төртінші отауда 15 құмалақ болса, 4-ге 15 қосамыз, 19. 9 деп жазамыз. 5-ші отауда 21 болса, 5-ге 21-ді қосамыз, 26. Ойдан 1 қосамыз, 27. Соңғы саны 7. 6-ші отауда 18 құмалақ болса, 24. Ойдан 1 қосамыз, 25. 5-ші отауға түседі. 7-ші отауда 22 құмалақ болса, 7-ге 22-ні қосамыз, 29, ойдан 2 қосамыз, 31, бірінші отауға түседі. 8-ші отауда 24 құмалақ болса, 8-ге 24 қосамыз, 32, ойдан 2 қосамыз, 34, 4-ші отауға түседі. 9-ші отауда 31 құмалақ болса, 31-ге 9 қосамыз, 40, ойдан 3-ті қосамыз, 43, 3-ші отауға түседі. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.